Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кешкі асқа арналған өте керемет тағам дайындаймыз. Бұл тауық қанаттары мен аяқтары және картошка по-деревенски деп аталады. Жасалу уақыты 30 минут. Тез жасалады, міндетті түрде қайталап көріңіздер. Ең алдымен маринад дайындаймыз. Бұл видео менде каналымда бар. Майонез болмаса сметана, томат болмаса кетчуп, және де қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, карри, болмаған жағдайда қажет емес, чеснок, ұсақтап турасаңыз болады, жақсылап араластырамыз, осымен маринад дайын. Тауық қанаттарын және тауық аяқтарын алдын ала жуып, кептіріп алдым, және де қажет емес жақтарын кесіп алып тастаймыз. Тауық қанаттарын, аяқтарын маринадтаймыз. 30-40 минутқа қойсаңыз болады, болмаса сразу сала берсеңіз ештеңе етпейді. Келесі картошканы толығымен тазалап, турап, жуып алдым. Оған карри, қызыл бұрыш және де қара бұрыш және де 30 мл сұйық май құйдым, жақсылап араластырдым. Барлығын противенге саламыз. «180 градусқа 1 сағатқа духовкаға апарамын». Міне біздің тағамымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.